Пек мираклы мультфильм бызым терджиманларымыз, звукорежиссерларымыз чалышы бөле гүзел сеслеріні тапып, бізге ана тілінде мультфильмлеріні бақмаға имканını бере. Біз ісе девам етеміз, сайқылы достар. Бізім студиямызда енді мұсафыр бұлына. Мен қатырлатам, бүгін майысының 8-і, ама келіңіз ярын ки күн ақында біраз сөбетлешейік. Асында майыс 9-і Ғалибек күні ве бізім мұсафырымыздың ақылында насыл бұл күн қалды. Да doğrusu женк вақты насыл кечті. Достар, қаршылаймыз бізім студиямызда Несибе Борсиетова, женк іштіракчысы. Селам алейкум. Алейкум Хош келдіңіз. Саба шефтеріңіз қайырлы олсын. Алла разы болсын. Насылсыз? Шүкір Аллаға, балалар, сақ олыңыз, бір жорықмыз. Несібе ханым, аслында мұна женк ақында лаф үрсетмеге естер едік. Насыл оны қатырлайсыңыз, не вақыттан башланды, сізін үшін белкі де бұл женк не вақыт башланды? Бұл женк мен үшін, мен 10 яшында бала едім. 1941 жылы бұл дешетлі женк башланды. Біз о женктің некеннен хаберіміз жоқ еді, бет бізге елан еттілер. Женк башланды. Бабаларымызны, ағаларымызны епсін женкке давет еттілер, шақырдылар, кеттілер. Мен бабам Борсиетов Аблемет, о 1900 жылы туылған 44 яшында Қырымда нам қазанған ожа еді, о партиец еді. Олар 600 дәне ожа, оның ішінде мен бабам добровольны кеттілер, көңілден кеттілер. Женк башлағандан кеттілер, олар женкке кеткен сон, бір қаша екен мен қатырлап ола алмайман, қыш девіріне келгеші немсе басқыншылары біздің көйлерімізге басып келділер, Қырымны басып келділер. Біз яша едік, Керш тарафта бабам көйі Жермай қашық, Алам Абденанова, ана ойырде женк башланды, олар біреуі де жоқ еді. Бабам да жоқ, бір кімсе, ендігі бар еді, 12-13 яшында оғланлар, олардың қардашлары бізлер едік. Башланды женк, балалар бек дешетлі болып, бек афатлы болып келді. Біздер үшін ебет бек қорқынышлы еді. Біздер аналарымыз, бабаларымыз кеткен сон, балаларман 11-12 яшында оғлан балаларман акоп қаздылар. Бір қартлар бізге көстерділер, олар акоп қаздылар, онда тұрдық. Женк біздің көйлерді, біздің көйіміз ем таш жол, ем темір жолы еді. Екі жолын ортасында. Ама келділер, бұлар бек қиналдылар. Қинағанлары шында болды ки, біздің мал мүлкімізні олар тұтып алып сойдылар. Бүтін тауықларымызны ашадылар. Біздеріні чыплақ қалдырдылар. Чыплақ дегіл ендігі ач қалдық ендігі. Ебет ұрыларда боғдайларымыз бар еді. Оны шығарып, он етмеге имканияты жоқ еді. Талқан қауырып аша едік. Бұл ең дешетлі вақыт 42-43 сенелері. Бұл немселер бір кере келмеділерді бізге қаш кере қайтып келділер. Ама бір шей қалдырмадылар. Көйде бүтін 12 яшында балаларына бірге сен партизансың деп көзіміздің өгінде атқанлар да болды. Мен бабам біздің көйде бір қаштане болған нелер партиецілер. Кімдір кім болған арамызда бармақман көстермеге. Анамны бір афта қападылар, сен партийный апақа екенсің деп. А біз 5 танемас. Ана ағлашып түрмеге. Түрмедегі бір адамның үйіндеді. Штаб дейділер. Бек чекіштірділер. Чекіштіргенлері шу болды ки, бүтін малларымызны, қойларымызны, тауықларымызны алып олар ашаған соң, біздерге ашамаға шейді қалмады. Кене берекет берсін, бізге яқын ерде деңіз бар еді, Азов деңізінден балық ағам бар еді 11 яшында, олар барып далғаға шыққан өлген балықларын топлап ап келеділер, шыларын ашайдық. Анасын ұрыдан қорқайдық.
үйін ішінде ұры бар еді. Ондан азғана боғдай алып, оны тавада қауырып, оны аша едік. Шайтып яшадық, андан сон олар кетті, немселер келді, біздің өзіміздің совет үкіметі біздің запетті, о ғаріплеріні да бек чекіштілер. Олар аштан, олар яралы нелеріні біздің үйімізге түзіп салдылар. Вада дейлер. Олар яраланғанар. Плен алдылар оларына. Біз су берсек, біздің автомат만 қорқызайдылар. Ама біздің үйімізге қойдылар оларын. Білесіз ме, как лазарет яптылар үйімізіне. Өзіміз окопта яшадық, а үйімізіне кішкене одалар оларына как лазарет яптылар. Ондан сон балалар бұл немселер кеттілер да кершкеші кеттілер, чекіштірділер адамларыны, апайларыны епсін айдадылар, өзлерінің солдатларына окоп қаздырдылар. Оларға су таштылар. Чүнки біздің Қырымда су бек құтлық, ама біз тарафтан да бек жоқ. Құйыларда су шықмай қалды. Ұзақ ерлерден су таштылар апайларға. Балаларға, біз ендігі шында қалдық. Сон не вақыт болды? 43-43 сенесі бек дешетлі болды. Бұл енді Алам Алиме Абденнанова уже келді көйге. Екі дәне болып келділер. Бір дәне Русапайы и Алиме. Біз о вақытта олардың ендігі аламызда біздің қуанып қаршылаймыз. Олар біздің шетлештірділер. Олар сол көйің бір шетінде, бір Баталақай деген кішін үйінде, Қартбабаның үйінде тұрдылар. Сон олар айттылар, не көресіз, не көрмейсіз, бізге айтарсыз. Енді біз қыз балаларымыз көп шықмаймыз. Оғлан балалар шығып, таш жолда не қадар машина кете, темір жолда не қадар боеприпаслар кете, не қадар солдат кете атыр керш тарафқа, олар епсін мәлуматын топлай еділер. Шайтып бізні не аптырдылар? Бізге немселер бақтырдылар, өзлерін бізден тұтып алған қойларына бізге бақтырдылар. Чөлге шығарып, оларын отлатып келеміз, олардың бойналары бар еді. Олар өзлері соя, өзлері пішірі, өзлері аша ерілер. Сонда не айтайым сізге? Шайтып, бұл женг астында 3 жыл, 4 жыл яшадық. Біздің бабамыздан бір хабер жоқ. Қайдалар, олар не ерделер. Чүнки қайдан хабер алайжақсың женг вақытында? Ендігі шүкір Аллаға деген бір көрік болған вақытында аламызны біздің үйімізден, біздің арамыздан 5 дәне бала едік. Ұзын антер кесеткен еді анамоға, қартанамыздың антерін. Шу ерден келіп алып кеттілер. Алып кеттіп, оны тура анам эксепер барды, оны жібермеділер. Гестапосы Қарасу базарда еді. Біз тұрамыз қайда? Керш тарафта. Ашалып кетмек керек, алмадылар. Бір шейін алмадылар. Аман чекіштірділер. Аман бұман берабер келген арқадашы біз оға төте ина дейедік. Төте инамыз бізге конфетлер кетіріп бере. Уже о башқаша көріне. О güzel антерлер кейіп, дудақларын боялап, шайтып біздің үйге келіп, бір шейлер айтып, біз оңманды русшаны қайдан білеміз. Бізге наудай пачкада конфетлер беріп кете еді. Скоро кележек сіздің төтаңыз дейеді бізге. Ана келсе келе, келмесе, анам айтайды, енді қайдан кележек оны қападылар. Енді партизанлар арқалы үйге мектеп келді. Мені бек чекіштірел. Оны неткен, тергав еткен, не дейжек мен, следователь дейжек мен, о немселерің. О да красный болған, біздіңкілерден. Жеңіктен сон, менде да газетасы бар, о язды. Правдаға, центральный газета «Правдаға» язды. Алимені недай етіп чекіштірділер, недай еттілер, қорладылар, тырнақларын келпедінмен шығарып алдылар, көзіне от яқтылар.
Епсін о соңынан yazды. Ебет не қадар кітаплар yazылды ендігі. Бұл дешетлі женг балалар бек қиын еді, бек қорқынышлы еді. Бүтін ата бабаларымыз, аға қардашларымыз епсі жеңкте болып та балалар жеңк астында қалдық. Ендігі, білесіз ме, мен сізге дәне айтайым, жеңкің біте атқан вақытты біз бек қуандық. Қуандық апрель айы келе, жеңк ұзақлашты, ұрыдан боғдайларны шығарып, ұн тарттық тегірмен мен, қол тегірмен яптылар, көйде қартлар. Оман очередьман берелер, 2 кило боғдай сен тартасын, 2 кило боғдай мен тартама, ұн тартып. Шуман ендігі жен кетті дегенде бірді қайтып келеді де олар қынзырлар. Недай бомбалай еділер. Үйіміздің алдында лазарета бар еді. Біздің советский лазарета. Біз енді совет вақытында яшаймыз, біздің солдатлар келділер. Олар онда біздің үйіміздің янында. И сабақтан бір адам жүре қайырды лазар. Жоқ. Да, сорай, и шуергеде бомба түшті. Передавать еттілер де енді. Ондан көргейдіңіз. Бүтін пенжерелер, жамлар сынды, бір шей қалмады. Онда адамларын не көрдік? Адамларын башлары тұғырып жүре. Аяқлар өзлерінден өзлері чапаланып жүр, кесілген. Олар кесілсе де, үзілсе де, нервный системалары қыбырдайды жүреш айтып. Не себе, бөле қорқыншылы шелеріні айтасыз? Жоқ, біз көзімізмен көрдік балалар. Ана су сораған адамларға су бердік. Біз қашықман су береміз, олар спасибо айталар бізге. Шындай вақытлар болды балалар. Бұл бек бір қорқынышлы, ем тепеден, ем ашадан. Бірдәне адам, бір күн ағам, 11 яшында ағам, дышарға шықса, оны тұтқанлар, атажақлар, партизан. Анам ағылай, біз ағылаймыз, метркасын көстерділер сон. 11 яшында бой балабан да. Бой балабан еді. Ана сон айды ташлап кеттілер. Немселерден де бетер руминер еді. Олар чемидандан партизан қыдырайдылер. Тек аран яқшы шей көрселер, анам енді яш вақытында каблуклар, туфлялары епсін сыпыштырып алып, олар чимген еді. Олар оны да алып кеттілер. Ошын бір шей қалмады. Шүкір Аллаға, жеңкіні кештік, ендігі белкі бабаларымыз келер, дайларымыз келер, жеңктен деген бір үміт вақытында тек аран тыныш болды апрель айы. Апрель айы тыныш болды, кетті немселер, келді біздіңкілер. Келді көйімізде 6 дәне НКВД, 6 кішіден ибарет НКВД болды. Башладылар үймен үй жүріп список түзмеге апрель айында. Бұл бек қатырымда. Анам жоқ еді. Анам енді текаран яқшылық болды да, оларыны колхоз айтты неге огород сашмаға, колхозға кеттілер. Сон келділер список япмаға, мен епсі қардашларымна айттым, yazды, кеттілер. Сон айта, бірдәне переводчик жүретан еді, татар олан дегіл қартақа еді. Как, не айтайым сізге, председатель колхоза болып қалды о. Енді 44-нші сенесі бұл. 44-те немселер кетті, ендігі бізге айталар, ендігі фұрын птиатр, жеңк птиатр. Ендігі бабаларыңыз кележек, енді аналарымыздан неден ештемізді қоңшылардан. Бір күн, не айты жақ едім, бір күн ендігі шайтып тұрып қуанышлы бір вақытта ол НКВД-лерге әр күн кімін семьясы, ендігі қаштане семья бар көйімізде, еркін оларға аш пішіріп ашатылайды. Біреу обедке пішіре, біреу сабалық бере, біреу ақшамлық береді. Олар да бізді, ендігі біздің қалққа яқшы қарай, ендігі нете деген вақытында бір күн айттылар,
бірше айтмадылар, олар жеңіп бітті, ендігі все, ерпішеке яқшы болажақ деп, біздің председательден топлап қалқларға собрание япалар. Ана чалышмақ керек, ендігі колхозларын көтермек керек, ендігі жең бірді қайтып келмежек, ол кетті енді ұзаққа. Ұзаққа кетті, сізлер ендігі ашамақ үшін сашмақ керексіз. Огород сашмақ керексіз, бір шекелер бостан дейділер, бостан сашмақ керексіз. Шо вақытта бір күн ендігі май байрамы да келді. Май байрамында та ғалебе жоқ, 45-те болды ғалебе. 44-те да жоқ еді бұл. 44-нші сенесі бабамдан мектеп алдық. Бабам госпитальде екен, кім біле қаяқта, Чехословакия ма, қаяқта шияқта госпитальде, жоқ Варшавада ма. Не де болса шияқтан. Ендігі оң қолын алдырған, жеңпі театр, бізге оң арқадаш келді, аяғы жоқ. Айтты, мен көзіммен көрдім, мына сізге селам, мектебі, бекленіңіз, белкі оны да қайтарылар, текаран ярасы яқшы болса. Уже ендігі совет үкіматы, ендігі бізге жең қайтадан келмейжек. Біз бір жеңкіні жеңежекіміз, ғалебе біздіңкі деп, о адам шындай тынышландырып кетті, епсімізді өпіп, ендігі саулықлашып кетті. Несбе ханым, енді аңлаймыз, біз яваштан мұна біздің тарихымыздың фаджиалы күнлеріне яқынласамыз. Аңладым, ама вақтымыз оле сынырлы, нені сорамаға естередік, білмеге естередік. Бабаңызмен не вақыт енді көріштіңіз? Шын айтай жақын. Ендігі май сайы келді. Май сайын 15-інде бабам үйге келіп кірді. Бабам келе армянский шеріне. Запорожьяда оғайталар. Сізні Қырымға жібермеслер, чонке Қырым татарларына көшірежеклер. Бабам айта, мен 41-де кеттім, 44-те мына безруке қайтай атырмын. Мені алмаслар, мені көшірмеслер, мен қорантам, теймеслер, башқа біреулер бардыр, полициясы бар, старостасы бар, белкі оларға япарлар деп. Ама армянскийға келгеннен сон солдатлар бабамны жібермейлер. Армянскийға келгеннен сон о Азов деңізіне қайықшыларға бара, тапа таныш. Қайықман бабамны неге Ленин районында Азов деңізге кешке яқын ташлайлар кетіріп. Гежелермен қайықман. Сабақтан бабам сабақтандығы абетлерге келді, үйлелерге. Ана бүттін қалық біздің үйімізге топланды. Ожақай келген, ожақай дейділер о вақытта. Ожақай келген көз айдынға. Бұл НКВД-лерді келділер, бабамны поздравили, мына яқшы, сақ, селамет келдің, скоро, значит, будет победа. 2 күн кешмеді, сабақтан анам тұрса, не көрсін, бүтін яқны қоршалап алғанар, солдатлар, қара ұрбада, айта, қалқыны көшіриятырлар дей, бір шеке болаятыр, еркес колхоз тарафқа чапа дей. Бабам айта, маға тимесілер дей. Келді 3-4 тәне солдат, башладылар бақырқламаға, біз та төшекте, бүтін ерлерімізді проверять, не, тешкерділер, обыскивать еттілер. Сон бабам шығарды сол қолыман документлерін. Не қадар уже несі бар, заслугасы. Бүтін наградаларын несін көстерді, шығарып документ көстерсе, бірданесі автоматын құндағыман ұрды бабам документлерін жайратты. Бір сен сатқынсың, шында еткен приказ кетежексіз, сізін шығараятырмыз. Ана не чаре еркес мен топланыңыз деді бабам. Бір шекес, 2 міндер, 4 ястық, 2 дәне йорқан машинаға аттылар, біздің де машинаға топладылар. Кеттік кеш тарафта Красный үшіндігі Ташлияр деген станцияға кетіп вагонға тотырдылар. Ана шо. Андан соң көрді яғын ендігі. Ендігі бабам қатымызда мана, янымызда болғашын бір шекеміз жоқта, вагонда. 10-15 семья бір вагонда. Ана ондан көр кеткеніңні. Тап Өзбекистанға барып түштік.
онда да қорландық балам сон. Енді Уяғы уяқ. Несіпе Мына ханым? бұл женг вақытты бек дешетлі жең 4 ел мабайында біздің бек езілер бұлар, фашистлер. Бұл мевзунен бағылы бүгінгі яшыларымызға нені айтмаға істер едіңіз? Бүгінгі яшыларға мен не айтайым? Мен бек тілек тілеймен. Біздің көргенімізді біздің яшылар көрмесін. Торынарымыз да көрмесін. Я Рабби, біз ватан деп Қырымға келдік балам. Ватан сайыбы болып яшамаға, ебеди яшамаға шу ерде. Ебеди яшап, ватан сайыбы болмаға, болып яшамаға тілеймен. Ана мен тілегім шу яшыларға. Çok sağ olunuz. Sağ olun. Мен тілегім шу ватан сайыбы болып, мына сізлер көрерсіз, ватан сайыбы болып яшамаға қызмет етсін. İnşallah öyle de olsun. Çok sağ olunuz kelgeniniz için. Da bir çok gerek görüşürük. Sizge de endi uzun ömür tileyim. Çünkü Cenk'ni gördünüz, geçtiniz bütün hayatınızını. Ay balam. Kırım'a kaytınız, Kırım'da yaşaysınız. Қырымға 88'de келдім. Yaxşı. Endi daha sübet yaşarıq Nesibe Hanım. Анаяқтан шықтық, Кершпорт, Өпемен жеріне. Yaxşı. Шашалар көрген кішілер. Yaxşı. Çok sağ olunuz Nesibe Hanım. Айды, Daha sübet сақ yaşarıq. olыңыз. Çok sağ olun. Алла сіздерге ашық yol, ұзақ өмір, сақ селамет çalışmaға қызмет етсін. Әр вақыт сіздердің телевизорда şunday etip sabah göremen, akşam haber Çok sağ olunuz, sağ olunuz. Yok daha ketmeniz, daha bekleniz, şimdi bitiremiz. Turma dediniz, Yok, durmağınız da. Şimdi biz bitiremiz, son duracaksınız. Saygılı dostlar, bizim yayınımız ise devam eti. Nefbeteki hava arareti olacak. Buyurunuz, seyretiniz, bizden sakın ayrılmanız.